Билік өкілдерінің берген уәдесін орындамауы салдарынан Шымкентте жылыжай иелері тығырыққа тіреліп отыр. Өйткені жыл басында көмір тапшылығынан жылыжайлардағы өнімдер үсіп кеткен шаруаларға жергілікті билік көмек ретінде қаржы ұйымдарынан алған несиелерін уақытша тоқтата тұруға уәде берген. Бірақ сол уәде орындалмай, біраз шаруаның есеп-шоттары бұғатталып, қаржылық қиындыққа тап болған. Тіпті тұқым алып егуге де шамалары жоқ. Салдарынан бірнеше гектар жабық алаң биыл қараусыз қалуы мүмкін. Бұл биыл ақпан айында Шымкенттегі шаруа қожалығының бірінде түсірілген кадрлер. 9 гектар жерді өндірістік жылжайға айналдырған қожалық қазір тоқыраудың азақ алдында тұр. Өйткені былтырғы өнімі тегіс үсіп кетіп, қоқысқа тастаған шаруалар әлі есін жия алмай жүр. Себебі билік тарапынан берілген уәде орындалмаған. Жығылғанға жұдырықтың кері келіп, қаржы ұйымы есеп шоттарының бәрін бұғаттап тастаған. Отсрочка берілмегеннің есебінен біз қазір минералдық тыңайтқыштар ала алмай отырмыз. Ең бірінші мәселе жұмысшыларымызға айлық төлей алмай отырмыз. Ол жұмысшылар қарапайым халық, көп балалы, жағдай төмен отбасылар. Негізінде бұл шаруа қожалықтың меншігінде 9 гектар өндірістік мақсаттағы жылыжай бар. Қазір соның барлығы қаңырап бос тұр. Осыдан 3 жыл алдын іске қосылған 3 гектар мына жылыжайдың ісі биылдыққа тұралап тұр. Алдымен былтырғы өнімдері биыл қыста толықтай үсіп кетсе, биылдыққа әлі дән себілмеді. Барлығына қаржының жоқтығы қолбайлау. Негізінде қыста өнімдерін үсік шалғанда өңірге премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин келіп, шаруалармен кездескен. Сол кезде вице-премьер кәсіпкерлерді қолдау үшін олардың несиесін уақытша тоқтата тұруға уәде берген. Бірақ айтылған сөз сол күйінде қалған. Содан бері талай табалдырық тоздырған кәсіпкерлер қазір қарызға тұқым алып іске кіріскен. Осы мына қыстың әсерінен 2 оборот жасап жатырмыз. Қысқа 2 оборот күзгі и көктемгі и сосын күзгі. Ал қысқа обороттың келтіретін кесірі ол жұмыс күшіне көп ақша жұмсалады, семена 2 рет сатып алынады, оның барлығы дополнительный расход. Шымкентте мұндай қиындыққа әзірге 2 бірдей қожалық тап болып отыр. Екеуі де несиені уақытша төлемей тұруға мұрсат сұраған. Бірақ қаржы ұйымдары әртүрлі сылтау айтып, істі созбалаңға салуда. Уәде бердік, енді өзіңізде дұрыс түсінуіңіз керексіздер. Бұл жерде бұл мемлекеттің тарапынан беріп отырған қаражаттар болғандықтан, бұның барлығында өзінің есебі бар. Біз оны тектен тек қарастырып бере алмаймыз. Өйткені бұған қарастыру үшін бұл жағдайды толыққанды түсіну керекпіз. Несие корпорациясының әрекетінен әбден қажыған кәсіпкерлердің бүгінде өз істерін ары қарай жүргізуге ынталары жоқ. Мәселен, 2,5 гектар жылыжайы бар шаруа биыл жабық алаңына еш нәрсе екпей қараусыз қалдырса, екінші қожалық иесі 6 гектар алқапқа тұқым себуге мүмкіндік жоқ деп отыр. Салдарынан өңірде жылыжайда пісетін қызанақ пен қиярдың құны шарықтап тұр. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтдинов, Атамекен бизнес арнасы, Шымкент.